Аллах тағала сұрай беретін, қоймай, күнде де, түнде де қоймай сұрай беретін құлдарын жақсы көреді. Сіз өзіңіз үшін соңғы рет қашан дұға етіп, я Аллахым, басымда осындай қиыншылығым бар, осы қиыншылығыма жәрдем берші деп қашан сұрадыңыз? Жоқ, сұрамаймыз ғой біз. Біз өзіміз үшін дұға етуге ерінеміз ғой. Бірінші, ұяламыз сұраудан. Екінші, біз сенбейміз Аллаға. Үшіншіден, өз проблемамызды өзіміз шешуге тырысамыз. Сіз азаннан қара кешке дейін жұмыс жасаңыз, бірақ міне Аллах сізге бермеймін десе 24-те 7 жұмыс жасасаңыз да бермейді. Есіңізде болсын. Аллах берем десе, міне отырған жеріңізден де береді. Аллахқа деген сенімділік осындай болу керек. Мен Аллахтан сұрадым, Аллах маған береді. Болды. Мен кімнен сұрап тұрмын өткені? Мен Алладан сұрап тұрмын. Алла кім ол? Бүкіл әлемді басқарып тұрған, бүкіл жүректердің басқарушы, бүкіл мына дүниедегі мүліктің басшысы, менің басшым, менің патшам. Мен адамнан сұрап тұрған жоқпын, Алладан сұрап тұрмын. Алла менің кез келген сұрағанымды береді. Алла тұрған кезде ешкімнен, ешқандай проблемадан, ешқандай қиындықтан қорықпай ақ қойыңыз. Біз мынандай дәрежеде болуымыз керек қой, біз бәріміз мұсылманбыз ғой, Проблема келді ма? Проблемаға қарап, менде Алла бар. Сен маған проблема емессің. Осындай болу керек біздің состояниеміз. Ойбай, депрессия. Ана аяғымызда әшін диванға ұрып алсақ та депрессия. Светофор қызыл жанып қалса да депрессия. Алла бар ғой сізде. Сіз Алланың құлысыз ғой, сіз мұсылмансыз ғой. Алла тұрған кезде неге қиналасыз? Мына жеңіл өмірді неге қиындатасыз? Әрекетіңізді жасап тұрып, кез келген шаруаңызды міне Аллаға тапсырсаңыз, міне оны қалай тапсырамыз? Бір жұмысты бастап жатырсыз, барасыз да Аллахқа айтасыз: "Я Аллахым, міне сенің қалауыңмен қазір осындай бір шаруа бастап жатырмын. Я Раббым, жолымды ашық қылып қойшы. Мені барша жамандықтан сақтап, осы ісімді қайырлы етіп, алға жүргізіп берші маған, Раббым. 24-те 7 ұйықтамай жұмыс жасасам да мен жете алмаймын бұл нәрсеге. Сен қаламасаң болмайды бұл нәрсе, Раббым. Мен әрекетін жасай берейін, бірақ сен барлығын жеңілдетіп қойшы. Сол әрекет жасап жатқан жолда барлығын маған жеңіліп қойшы" деп Аллахқа тапсырыңыз. Уайымдамаңыз, сіз мұсылмансыз, сіз Алланың құлысыз, сізде ештеңе проблема болмау керек. Өйткені сізде патшаңыз тұр. Қазақстанда біздің президентіміз келіп, саған осындай нәрсе жасап берем десе, сіз сенесіз қой оған. Өйткені кім? Ол президент қой. Ал Алла әлемнің президенті, есіңізде болсын. Сондықтан да ешқандай ештеңені проблема қылмаңыз Аллаңыз тұрған кезде.